Көктөбе қазақы салт дәстүрді қатты ұстанатын, үлкендерге құрметпен қарайтын тыныш ауыл. Осы ауылдың ең сыйлы әулеттерінің бірі Ерғали қарияның шаңырағы еді. Ерғали 60-ты еңсерген, ауылға ақыл айтатын, даналығы мен мейірімі арқылы танылған адам. Ерғали қарияның әйелінің есімі Күлімкүл болатын. Ол өмірден ерте кеткен соң қария жалғыз қалды. Баласы Сырымды жалғыз өзі тәрбиелеп, оны жетілдіріп, елге сыйлы азамат етіп өсірді. Сырым анасының жоқтығын сезбей өсті, себебі әкесі оған бәрін беруге тырысты. Ерғали қария ұлы үйленгенде ерекше қуанып, келіні Жансаяны да өзінің туған қызы секілді қабылдады. Бірақ дәл осы қуаныштың артында бүкіл әулеттің тағдырын өзгертетін оқиғалар жасырынып тұр еді. Сырым анасы Күлімкүл қайтыс болғанда небәрі 15 жаста еді. Анасының мейірімін ешкім алмастыра алмаса да, ол әкесінің қамқорлығының арқасында өмірде өз орнын тапты. Ерғали қария Күлімкүлді ерекше жақсы көрген тұғын. Сондықтан келіні Жансаяны да Күлімкүлдің орнын толтыра алатын, әулетке жаңа жылулық сыйлайтын жан ретінде көрді. Сырым Жансаяға үйленген кезде Ерғали келініне ерекше ықыласпен қарады. Келін мен атаның алғашқы қарым-қатынасы тек сыйластық пен құрметке негізделген болатын. Жансая үйдің шаруасымен айналысып, Сырымға және атасына ерекше қамқор болып, өз міндеттерін мүлтіксіз орындайтын. Бірақ бұл шаңырақта бір олқылық бар еді. Сырым үнемі жұмысбасты болып, отбасына аз көңіл бөлетін, ертеңгісін ерте кетіп, кешке шаршап оралатын күйеуінің сөзге сараңдығы, назарының жетіспеуі Жансаяны іштей мұңға батыра бастады. Ерғали қария керісінше келіннен әрқашан жыл сөзін аямайтын. Келінжан, сен алтынсың, осындай келін ешкімге де бұйырмаған деп жиі мақтап отыратын. Бұл сөздер Жансаяның ішіндегі бос кеңістікті толтырғандай әсер ететін. Қарияның мейірімділігі келіннің жүрегіне жылу ұялатты. Жансая көбіне атасымен бірге отырып, әңгіме айтып, оның өткен өмірі туралы қызыға тыңдайтын. Ерғали қария келіннің бойындағы сұлулық пен нәзіктікті байқады және оны іштей өзіне жақын тартты. Алғашында бұл жай ғана әкелік қамқорлық болып көрінді, бірақ күн өткен сайын олардың қарым-қатынасы өзгеше сипат ала бастады. Ерғали Жансаяға ерекше ықыласпен қарап, оған мақтау сөздерді жиі айтатын. Келінжан, сенің жүзің Күлімкүлдің жас кезіндегісіндей деп, оны өзінің жастық шағымен байланыстыра бастады. Бұл сөздер Жансаяның ішкі жалғыздығын сейілтіп, оны атасына жақындата түсті. Бір күні Ерғали қария үйде тек екеуі ғана қалған сәтте Жансаяға бұрынғысынан да әлдеқайда жылы сөздер айтты. Ол келіннің қолынан ұстап, оны мұңаймауға шақырды. Жансая алғашында бұл әрекеттерге мән бермеуге тырысты, бірақ оның ішкі жалғыздығы оны әлсіз етті. Осы сәттен бастап олардың қарым-қатынасы шекарадан асып, екеуі де бұл құпияны жасыруға мәжбүр болды. Ерғали қария Жансаяға сыйлықтар бере бастады. Алтын алқа, әдемі көйлектер. Ол бұл сыйлықтарды сыйластық белгісі деп түсіндірді. Ерғали мен Жансаяның арасындағы ерекше жақындықты көршілері байқап, күмәндана бастады. Бұған кейбір көршілердің байқампаздығы себеп болды. Бір күні көрші әйел есік алдындағы орындықта бірге отырған Ерғали мен Жансаяның тым жақын әңгімелесіп отырғанын көрді. Келін мен атаның бұл жақындығы тым оғаш екен деп күдіктенген ол бұл жайлы өзгелерге айтты. Басқа көршілер де түрлі жағдайларды байқап, әңгімені одан әрі ушықтырды. Біреулер Жансаяның кешкі уақытта Ерғали қарияның бөлмесіне жиі кіретінін көргенін айтты. Енді бірі олардың ерекше көзқарастарын аңғарғанын сөз етті. Осы өсектер әулеттің сырын бүкіл ауылға жайып салды. Сырым
алғашында бұл өсектерге мән бермеді. Ол әкесін де, әйелін де шексіз құрметтейтін. Бірақ бір күні ол жұмыстан ертерек қайтып, күтпеген жағдайға тап болды. Үйге кіргенде атасы мен әйелінің бір-біріне тым жақын отырып, бірдеңе туралы күбірлеп, сөйлесіп отырғанын көрді. Бұл жағдай оның жүрегіне күдік салды. Сырым бұндай әрекеттердің ауыл арасында да талқыланып жатқанын естігенде қатты ашуланды. Бірақ дәлелсіз не істей алады? Келесі қадамды ойлап, бақылауды шешті. Бір кеште Сырым күтпеген уақытта үйге келіп, атасы мен әйелін бір бөлмеде күдікті жағдайда ұстады. Жансаяның беті қызарып, Ерғали қапелімде не айтарын білмей қалды. Бұл оқиғаны көріп, Сырым есеңгіреп қалды. Ол ештеңе деместен үйден шығып кетті. Келесі күні таңертең ол әкесін де, әйелін де өз үйінен қуып жіберді. Сендер менің сенімімді таптадыңдар. Бұл үйде енді сендерге орын жоқ, ұятсыздар деп ашумен айқайлады. Бұл оқиға бүкіл ауылға тез тарады. Ерғали қарияның беделі әп-сәтте құлады. Бұрын оны құрметтеп, ақыл сұрайтын ауыл тұрғындары енді теріс айналды. Келініне мұндай ұятсыздық жасаған қария ауыл ішінде ұятсыздықтың символына айналды. Жансая да әйелдердің өсегі мен шек көрінішіне қалды. Ерғали қария өз үйінен кетіп, көрші ауылға көшті. Ол бүкіл өмірінде жиған абыройынан айырылып, жалғыз қалды. Ол күн сайын жасаған қателігін ойлап, тәуба етті, бірақ бәрі де өте кешеді. Ал Жансая ауылда мүлде басқа жаққа көшіп кетті. Оның жүрегі кінә мен өкініштің ауыртпалығын көтере алмады. Сырым осы оқиғадан кейін мүлдем өзгерді. Ол адамдармен байланысудан қалды. Өзі сенім артқан жақындарынан бұндай сатқындықты күтпеген еді. Оның жан дүниесінде үлкен жарақат қалды. Әкесін кешіру де, әйеліне деген сезімін қайта жаңғыртуда мүмкін болмады. Ол туралы сөз де болмады. Ол өмірін жалғыздықта өткізіп, тағдырдың ауыртпалығын үнсіз көтерді. Бұл оқиға моральдық құндылықтарды бұзу мен шекарадан асудың қандай салдарға әкелетінін көрсетеді. Адамдардың әлсіздігі тек өздеріне ғана емес, жақындарына, бүкіл әулетке ауыр қайғы алып келді. Ерғали мен Жансаяның қателігі махаббат пен сенімді қадірлемегеннің айқын мысалы.